Сәлем достар, мен бүгін сіздерге пресетті қалай қолдану керектігін түсіндіретін боламын. Ол үшін бізге Lightroom программасы мен Telegram каналы керек. Lightroom каналын скачать еткеннен кейін App Store'дан немесе Play Market'тен скачать етесіз. Google арқылы немесе Facebook арқылы өзіңіз регистрациядан өтесіз. Телеграмда осындай поиске жазасыз, пресеты деп жазасыз. Менде уже подписан болып тұрмын, сол себепті сразу барлығы шығып тұр. Осылай сіздерде осылай 3 канал немесе одан да көп шығуы мүмкін, бесплатный каналдар. Мысалы, пресеті Lightroom кіресіз, осылай неше түрлі оттенокты көретін боласыз. Бұл оттеноктар не үшін қажет? Инстаграмда визуалыңызды құрастырылған кезде фотоларыңыздың барлығын бір түрлі, бір түсті, бір келкі қылып қолдану мақсатында осындай, мысалы, яркий, осындай бір ақ цветте немесе осындай кішкене темный қоңыр цветте, кішкене темный серый цветте, осындай яркий немесе тағы да темный цветте, болмаса тип осындай яркий цветтерде қолдану үшін, яғни барлық суреттеріңізді бір түсті болып тұру үшін қолданасыздар. Жалпы осылай үстіндегі загрузканы скачать етіп аласыз. Бірінші, менде кейбіреулері скачать етіліп тұр. Мысалы, мен қазір өстіп скачать еткеннен кейін, мысалы, осылай загрузка жүріп болғаннан кейін поделиться дегенді басасыз. Добавить в LR деп шығады. Соны добавить етесіз. Сосын мына яркий цвет алайын. Загрузкасы жүрмеген, әлі загрузка жүргеннен осыны поделиться етейін. Добавить в LR. Осылай LR-ға кіреді, одан кейін Lightroom-ға кіресіз. Все фотоның ішіне кіргенде, міне уже сізде скачать етіліп тұр, Lightroom-ға келіп тұр. Сізге, мысалы, қандай фотоның түсін өзгерту керек, Мысалы, мына фотоны мен скачать етіп алып, добавить етейін галереяғымнан. Осылай галереяңыздан добавить етесіз. Осы фотоның түсін осындай темный қылып өзгерткіңіз келеді, мысалы. Мына темный неге кіресіз. И изменить дегенді басасыз. И 3 нүктені басасыз да скопировать настройки деп птичканы басасыз. Настройка скопирование деп шықты. Жаңа фотоңызға барасыз. Қай фотоның түсін өзгерту керек. Соған кіресіз. Одан кейін 3 нүктені тағы да басасыз. Мына басқа фото. Оның астынан. Мысалы, менде басқа фотолар скачать етіліп тұр. Сол фотоның біреуіне вставить етейін, Мына фотоға кірдім. 3 нүктені тағы да басасыз и вставить настройки дейсіз. Сол кезде міне көрдіңіз, айырмашылықты мына жаққа барып, сброс етіп көрсеңіз, все деп қайттан көрдіңіз, ол фото өзінің орнына келді. 3 нүктені басып вставить етесіз. Егер осы фотоны істегеннен кейін мына поделицаның белгісін басып, сохранить на устройстве деп сохранить етіп алсаңыз болады. И осылай экспортировать етіледі. Ол сізде галереяда, міне Adobe Lightroom деп новый папка ашылады, соның ішіне скачать етілетін болады. Тағы да бір басқа түрін істеп көрейік. Жоғарға көтерілеміз и мынаны алып көрейін. Менде кейбір пресеттер алдын ала скачать етіліп тұр. Скопировать настройки дейін. Сіздер бірінші изменить етілесіз. И мен тағы да бір басқа фотоға. Мына фотоға кіріп көрейін. Сіздер өздеріңізге керек фотоны галереядан скачать етіп аласыздар, осылай добавить етесіздер. И вставить настройки дейміз. Көрдіңіз ғой, кішкене болса да өзгеріс бар, міне. И осылай істейсіз. Поделиться белгісін басасыз да, сохранить на устройстве деп өзіңіздің галереяңызға шығатын болады. Көрдіңіз ғой, осылай шығатын болады. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да алдағы уақытта сіздерге арналған пайдалы ақпараттар болатын болады. Менің каналыма тіркеліңіздер.